Ассалаумағалейкум достар. Мінекей бүгін көптің сұрауымен десек болады, көптен күткен Meizu MX4 смартфонның қазақша шолуы. Бұл смартфон маған өткен жылдың, яғни 2014 жылдың желтоқсан айының басында келген болатын. Тіпті қараша айының аяғында десем болады. Шамасы солай болу керек. Нақты есімде жоқ уақыты. Ұстағанына мінекей жарты жылдан аса уақыт өтті. Мінекей мынандай бір қорапшада келген болатын. Қорапшада міне артық еш нәрсе жоқ. Мінекей мына жер кітапша түрінде істелінген. Ішінде мінекей мынандай гарантийный талон, зарядкасы және USB кабель ғана. Комплектациясы осындай. Бағасы маған 302 не болмаса 303 долларға айналған болатын. Алиэкспресс сайтынан. Сол кезде бір бүкіл әлемдік шопинг күні болып, сол кезде бір скидкамен, жеңілдікпен тапсырыс берілген болатын. Бұл смартфон туралы не айтуға болады? Жарты жыл болды ұстап жүргеніме. Сырт келбеті мінекей мынандай стандартты емес. 5,34 дюйм. Разрешениесі 1920-да 1158 шатаспасам. Егер қате кетіп жатсам, экраннан көрсететін боласыздар. Мінекей сырт келбеті осындай. Мінекей мынандай кішкентай жалпақша түрде, форматы 16:10. Алдыңғы жағында мінекей сөйлесу динамигі, 2 мегапиксельді камерасы бар. Төменгі жағында мінекей мынандай шеңбері бар. Бұл басым әзірге өтетін кнопканың қызметін атқарады, және мынандай назад деген қызметті де атқарады. Және бұл блокировкаға түсіруге арналған. Блокировка түсірсе де болады осы батырманың көмегімен. Бұл батырма мінекей мынандай подсветкасы бар, және уведомление ретінде де қызмет атқарады. Мысалға, қоңырау қабылдай алмаған болсақ, не болмаса, мысалы, WhatsApp-та, не болмаса, SMS сообщение келсе, осы мынандай шеңберіміз жанып өшіп, бізге хабар беріп тұрады. Және тағы бір айтып кететін жайт, мына домалақ шеңберіміз қараңғыда, фосформен өңделген шеңберіміз қараңғыда жасыл болып жанып тұрады. Форм фактор мінекей осындай, нестандартты орын алған. Корпус мінекей мына жер темір, ал артқы қақпағы пластиктен жасалған. Артқы қақпағы мінекей өздеріңіз көргендей Meizu деген жазуы бар, және 20 мегапиксель, 20,7 мегапиксель Sony-дің камерасы орнатылған. Мінекей екі түсті вспышкасы бар. Фонарик ретінде қолдануға болады. Мінекей оң жағында еш нәрсе жоқ. Мына жерде антеннаға арналған пластик бар. Төбесінде мінекей мына жерде гарнитураға арналған ұяшық, микрофон, және іске қосу, өшіру батырмасы, және блокқа түсіру батырмасы деп аталады. Қолданса болады сол блокқа түсіру батырмасы ретінде. Сол жағында мінекей дауыс реттегіш батырмасы, және тағы бір антеннаға арналған мынандай пластик. Төменгі жағында мінекей антеннаға арналған тағы да бір екі орны бар. Динамик, микро USB, микрофон, және мысалы қақпақты шешуге арналған сондай бір кішкентай шел деп айтамыз ба, сондай бір орны бар. Мінекей қақпағы осылай алынады. Қақпағы мінекей пластик. Жағында еш нәрсе жоқ. Батарейкасы алынбайды. Батарейкасы 3000
50 шатаспасам миллиампер. Sony'дің батарейкасы батарейканың артқы жағында. Телефонымыздың моделі, яғни M461. Международный деп айтсақ болады, сондай модель. Мінекей, мына жерде симкаға арналған орын болды, басқа ешнәрсе жоқ. Яғни қақпағы тек симка ауыстыру үшін ғана керек болады бізге қақпағын ашу. Және егер артқы қақпағы көңілдеріңізден шықпай жатса, мінекей мынандай кожа түрінде істелінген, не болмаса мынандай ағаш түрінде істелінген мынандай қақпақтарды кигізсек болады қосымша. Мінекей бұндай қақпақтар неше түрі бар, Алиэкспресстен қарап тапсырыс берсеңіздер болады. Мінекей телефонның түрі әжептәуір өзгеріп кетеді, кигізетін болсақ. Артқы қақпағын алынбалы жасауының себебі, бір себебі осы деп ойлаймын. Яғни телефонның сырт пішінін өзгертуге. Мінекей мынандай пат кожа істелінген қақпағы бар. Бұны кигізсек, смартфонымыз тіпті солидный көрініп кетеді десек болады. Мінекей осындай артықшылықтары бар. Және де осы аксессуар туралы әңгіме болған соң, мынандай басқа да бір аксессуарлар туралы көрсете кетейін. Мынау мінекей Нилкин фирмасының мынандай бампері, өзі мынандай массивный десек болады, қалың, қатты, бұлай келеді. Мінекей кигізетін болсақ, мінекей шеттері қорғалған, бірақ үсті, асты ашық күйінде қала береді. Бұлай құлаған жағдай болса, әрине бұл бампер қорғамайды. Өзі қалың, әрі жалпаққа жібереді. Мінекей осындай Нилкин фирмасының қақпағы. Және де тағы да бір өте сапалы істелінген, өте сапалы брендтердің бірі. Мінекей ROG деп аталады. Көпшіліктеріңіз бәлкім білетін шығарсыздар. Бұл да ROG компаниясы өте сапалы өнімдер шығарады. Бұл ROG-тың мінекей бампері өте жұқа, ыңғайлы, әрі жан-жағынан түгелдей мінекей қорғайды. Мінекей батырмалар барлықтары орындарына келіп тұр. Размерлер мінекей тіпті микрофонның тесігіне дейін, төменгі жақтағы динамиктің сеткасына дейін бәрі орын-орнымен келіп тұр. Құйып қойғандай. Батырмалары да мінекей құйып қойғандай келіп тұр. Ең сапалы осындай бір чехолдардың бірі деп айтсақ болады. Енді телефонымыздың аппаратты бөлігіне келетін болсақ, бірінші дисплейден бастайық. Мінекей дисплей айтып кеткендей 536 IPS дисплей. Бұл дисплей япониялық Sharp компаниясының осы Mizukiге арнайы істелінген дисплейі деп айтады. Шынымен солай деп ойлаймын өзім, өйткені мінекей мынандай форм-факторда жасалған дисплей басқа ешқандай смартфонда кездеспейді. Не айтуға болады бұл дисплей туралы? Мінекей өздеріңіз көріп отқандай, қара түс, өте қап-қара, цветопередача дейміз мысалға. Сол өте жақсы деп айтсақ болады. Осы нарықта кездесетін IPS дисплейлердің ең мықтысы деп айтуға болады. Ең жақсылардың бірі деп айтайық. Мінекей дисплей LCD тест деп көрейік. Мінекей мына қызыл камераға енді толықтай
беріледі деп ойламаймын. Мысалы цветопередача мысалға көзбен қарап отырсаңыз өте анық, өте жақсы түстер. Мінекей қара түсіміз қап-қара, мінекей сұр ақ, сондай түстер. Мінекей мынандай былай қарасақ болады. Мінекей угол обзора дейміз. Өте мысалға жан жақтан қарағанда бәріміз угол обзора бәрі керемет. Бүйтіп камерадан енді көрінбейді. Былай қараған күннің өзінде, тіпті 179 градустан қараған күннің өзінде суреттер мысалы экранның бетінде тұрғанда әсер қалдырады. Оның өзі мінекей мынандай қалың защитный стекло дейді, қорғаныш әйнегі. Соны жабыстырған күннің өзінде осындай әсер беріп тұр. Басқа да аппаратты жақтарына тоқтала кететін болсам, бұл жерде MTK компаниясының 8 ядролы соңғы процессорларының бірі. 2014 жылдың ең мықты процессорларының бірі болып саналады. Және смартфонның өзі Antutu'дың рейтингі бойынша 2014 жылдың ең үздік смартфоны атағына ие болған. Бірақ 2015 жылы бұдан да мықты смартфондар шығып кетті. Мысалы Samsung Galaxy S6 деген сияқты. Азу 2 гигабайт өз жазым смартфондарға жетеді деп ойлаймын. Бұл өте бір андай рендер жасайтын, не болмаса бір 3D жұмыстармен жұмыс жасайтын керемет аппарат болмағандықтан 2 гигабайт былай жетеді деп ойлаймын өз басым. Өзінің памяті жадысы, яғни 16 гигабайт, 16 гигабайттың 12 гигабайты шамамен бізге қолжетімді. Әрине аз болады негізі. Тем более мысалы камерасымен түсірген 20 мегапиксельмен түсірген бір суреттің өзі 5 мегапиксель шығып жатады. Сонда егер сурет көп түсіретін болсаңыз, slow motion, жаңағы не болмаса ультра HD видео түсіретін болсаңыз, 12 гигабайт әрине жетпейді. Егер мүмкіндік болып жатса, әрине 32 гигабайттық версиясын алған дұрыс, өйткені жерде память кеңеймейді, флешка салынбайды. Бұл смартфонның ең басты минустарының бірі сол деп ойлаймын. Тағы аппаратты жақтарына тоқтала кететін болсам, не айтуға болады? Связь, желі. Қазақстандық операторлардың барлық желісін ұстайды деп айта аламын. Мысалға қазіргі уақытта мінекей Алтел операторының симкасы тұр. Алтелдің 3G связімен көп смартфондарда проблем болады. Өйткені Алтелдің жаңағы 3G стандарты тек қана 850 МГц желігін пайдаланатындықтан көптеген смартфондар оны 3G желісін қолдана алмайды. Алтелдің мысалы Meizu M1 Note деген сияқты смартфондар. Ал мына смартфон қазақстандық оператордың барлық желісінде жұмыс істей алады деп айта аламын. Қазір біздің мен тұратын ауданда 4G желісі өте әлсіз, сондықтан приоритет 4G тұрған күннің өзінде мінекей аш деп тұр, 3G ғана ұстап тұр. Бірақ сеніңіздер 4G ұстайды, 3G ұстайды, 2G ұстайды, барлық стандарт ұстайды. Тағы не айтуға? GPS бар, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, инфракрасный дейді жаңағындай, экпорт жоқ. Мысалға, экпорт
техниканы мысалға Samsung'тың телефондарында, LG-дің телефондарында, жаңа HTC-дің телефондарында ондай дүние бар. Ол жаңағы үйдегі мысалы телевизор, кондиционер деген сияқты үйдің техникаларын басқаруға арналған. Бұда ондай жоқ, маған қажеті де жоқ. Артық нәрсенің ол каждый артық нәрсенің өзі тегін тұрмайтынын білесіздер, сол үшін ондай қажеттілігі шамалы нәрселердің аз болғаны дұрыс деп ойлаймын өз басым. Тағы не айтуға болады? Wi-Fi жақсы ұстайды деп айтуға болады. Мысалы, корпусы темір болғанына қарамастан. Связь де жақсы ұстайды, мысалы сотовый связь, ұялы байланыс жақсы ұстайды. Бір телефон мысалы сөйлесіп жатқан кезде үзіліп кетіп, ондай байқалмады осы уақытқа дейін. Тестовый прошивка дейді, яғни тексеруге арналған ғана прошивка тұр менде. Соның өзінде жаңа стабильно өте жақсы жұмыс істеп тұр. Жақын арада осы Құдай қаласа келесі айдың аяғында, яғни маусым айының аяғында Android 5.0, яғни Lollipop'тың версиясы шығайын деп жатыр. Қазіргі уақытта бұл жерде Android 4.4.2 версиясы тұр. Құдай қаласа бір айдан кейін Lollipop шығады. Сол кезде жаңағы автономность, тағы да басқа заттардың бұдан да жақсы жетеді деп ойлаймын. Аккумулятор жағына келетін болсам, 3050 мАh Sony'дің батарейкасы орнатылған. Айта кеткенімдей, бұл батарейка аз емес әрине, бірақ көп те емес. Мақтай да алмаймын, даттай да алмаймын. Өйткені мақтайтындай бұл өте жақсы ұзақ уақыт жұмыс істейді деп айта алмаймын. Бір күнге өзінің смартфондарға арналған стандартты бір күнін ұстап береді. Қолданғаныңызға байланысты зарядты пайдаланады. Егер де мысалға 4G не болмаса 3G қосып қойып 3-4 сағат YouTube қарап отыратын болсаңыз, әрине көпке шыдамайды. Стандартты деп айтсақ болады. Енді камерасына келетін болсам, камерасы енді өздеріңізге белгілі. 20,7 мегапиксель, түн ішінде өте сапалы жаңа фотолар шығарады. Тестовый прошивка болғандықтан ба, кейде болады жаңағындай фокусировка дұрыс ұсталмай қалады деген сияқты. Мына жерде енді жарық жағы дұрыс болмай тұрғандықтан енді дұрыс көрсете алмай тұрмын сіздерге камераның мүмкіндіктерін. Бірақ видео соңында осы мейзумен түсірілген, түн ішінде түсірілген, күндіз түсірілген суреттерді осы видеоның соңында қоятын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Және бұл камераның тағы бір мүмкіндігі, мінекей замедленная съемка дейді, секундына 100 кадр жылдамдықпен видео түсіреді, яғни 4 есе ақырындатып түсіреді. Мысалға 1 секунд болған нәрсені 4 секунд бойы қайталайды деген сөз, былайша айтқанда. Және тағы мінекей сканері бар, QR-код тексеретін, смена фокуса, панорама дейді, мінекей мысалы панорама, обычный панорама, портретный режим дейді. Портретный режимде енді мысалы көзді, бетті бүйтіп әрлендіріп деген сияқты сондай бір түрлері бар. Және маған ең ұнайтын неке ручной режим. Мына жерде мысалы қараңыздар, скорость затвора, яғни 20 секунд бойы түсіріп тұрады. ISO мына жерде таңдауға болады. Экспокоррекция дейді. Және фокус таңдауға болады. Қолмен шексіздікке, мысалы макро режимге қоюға болады. Осындай ручной режиммен ойнап отырып, мысалы түнгі уақытта өте сапалы
суреттер түсіруге болады. Кез келген флагмандық смартфон, тіпті жаңағы Z3 деп атады осы камера, дәл осы камера Samsung, кешіріңіздер, Sony Xperia Z3-тің смартфонында қойылған деп айтады. Сол Z3-тің өзі түн ішінде Meizu сияқты суреттер түсіре алмайды. Музыка болғанда динамиктің қаттылығы енді өте жоғары деп айтса болады. Көріп отырсаңыздар, өзім даусымда естімей тұрмын. Смартфон дауысы өте қатты, өте таза, бір төменгі частоталары бар, арасында жоғарғы частоталары да барлығы өз орнында. Смартфонға арналған динамиктің ең сапалы түрі, яғни сапалы дауыс шығарады. Наушниктен тыңдайтын болсақ, әрине мен меломан емеспін, жаңағыдай студийный записьтарды тыңдайтын, тіпті өте жоғары сапалдағы музыканы тыңдайтын наушник те жоқ менде. Сондықтан өзімді қанағаттандыратын былайша айтқанда дауыс наушниктен, мысалы Meizuдің өзінің наушнигін қолданамын. Meizuдің өзінің шығарған бюджетный наушник десек болатын шығар. Бір где-то $13 тұрады. Сол наушниктің өзімен жақсы бастары да бар. Жақсы деп айтуға болады. Бұл смартфонның тағы бір ерекшеліктерінің бірі, мысалы операциондық жүйесін айтсақ болады, Flame OS деп аталады. Бұл Flame'ның ерекшеліктері мінекей. Мынандай бір экран өшіп тұрған кезде мынандай таптармен, мысалы шторка түсіру керек, уведомление көру керек деген сияқты, және блоктан шығару, не болмаса мысалға музыка ойнап тұрған кезде келесі трекке ауысу деген сияқты, сондай бір өзінің фишкалары бар. Және өшіп тұрған кезде мысалға S, не болмаса O, Z деген сияқты әріптерді салу арқылы белгілі бір приложениені іске қосуға болады. Бұның бәрі әрине менде орнатылмаған. Өзім блоктан шығарып, керекті приложениемді мына жерден бетіп аша салуға өзім дағдыланып болғам. Сол себептен білмеймін, өзім орнатқан жоқпын. Және Meizuдің басқа смартфондардан ең басты айырмашылықтардың бірі бұл жерде, мысалы осыған дейін айтып кеткенімдей, тек қана бір-ақ кнопка мына жерде, бір-ақ батырма сенсорлы. Басқа Android смартфондағыдай назад, не болмаса жаңа меню деген батырмалар жоқ. Операциондық системасының басқа да фишкалары әрине көп. Мысалға мынандай стандартты емес кнопкалардан басқа, мысалға мынандай таптан басқа фишкалары қазір есіме түспей тұр, шынымды айтсам. Егер бір ерекше айрықша қасиеттерін ұмытып кетіп жатсам, айып етпейсіздер, барымша айтқым келгенін айттым. Басқа флагманды смартфондармен салыстырғанда әрине бағасы жер мен көктей, бірақ мощность жағынан деп атамыз, сапа жағынан әрине ешқайсысына дес бермейді деп айтсақ болады. Мысалға біз флагман алатын болсақ, шамамен осындай сапада, осындай экраны болсын, камерасы болсын, процессоры болсын, жаңағы осындай деңгейлес смартфонымыз кем дегенде 100 мыңнан жоғары тұрады. Мысалы Samsung, LG алатын болсақ, ал мына Meizu смартфонымыз олардан жоқ деген кезде 2 есе, 2,5 есе арзан тұрады. Сондықтан енді Қытайдан тапсырыс беріп алам деушілер болса, қорықпай
смело дейміз ғой, тапсырып бере берсеңіздер болады. Бірақ тапсырыс бергендегі ең басты бір минустардың бірі гарантия жағы. Көп адам сол гарантия жағын сұрайды, әрине. Мысалы, гарантия болмайды ғой, ана мынау деп жатады. Бірақ мысалы қараңыздар, сіздер мысалға бір магазиннен гарантиясымен бір техника сатып алатын болсаңыз, ол жерде сізге гарантия заводской брак болған жағдайда ғана береді. Мысалы, егер өзіңіз құлатып алып, не болмаса басқа бір нәрсе болатын болса, ол кезде гарантиялық жағдай жүрмейді. Яғни сіз өзіңіздің ақшаңызға жасатасыз. Ал егер мысалға Қытайдан тапсырыс беретін болсақ, мінекей мынандай бір жақсы смартфон келетін болса, мысалы AliExpress'тің өздеріңіз білетіндей, жаңағындай защита покупателя деген бар. Мысалы, товар келеді, сіз аласыз, қарайсыз, ұстап көресіз, біраз ұстап жүресіз. Егер ешқандай дефект байқамаған болсаңыз, сізді толығымен қанағаттандыратын болса, сіз жаңағы өзіңіздің саудаңызда подтверждение жасайсыз. Подтверждение жасаған соң ғана барып, ол саудагер өзінің ақшасын ала алады. Ал егер сізді қанағаттандырмайтын болса, ішінде бір заты дефектісі болып жатса, сіз саудагермен келісіп, мысалға қайтып қайтарып жіберсеңіз болады, не болмаса сол дефектісіне байланысты өзіңіздің компенсацияңызды талап етсеңіз болады. Яғни гарантия деген сол. Ал егер қолыңыздан түсіріп алып, не болмаса басқа бір өзіңіздің кінәңізден телефон істемей қалып жататын болса, AliExpress'тің өзінде неше түрлі қосып қою бөлшектер бар. Тапсырыс беріп, өздеріңіз икемдеріңіз болса, мысалы ремонт жағына, өздеріңіз ауыстырсаңыздар болады, не болмаса жаңағындай сотовый телефон жасайтын жерлерге апарып ауыстырсаңыздар болады. Қорытындылап айтатын болсам, өзінің бағасына тұратын, өте жақсы, сапалы, өте мықты, барлық ойынды көтеретін, смартфонға қажетті барлық функция табылатын, өте жақсы, сапалы смартфон деп айтуға болады. Алуға тұрарлық. Өзім мысалға ұстап жүргеніме 6 айдан асты. Форм-факторы маған өте ыңғайлы. Ұстаған кезде де мысалы қалыңдығы білінбейді, жіңішке сияқты сезіледі. Өте ыңғайлы. Мысалы рамкаларын көріп тұрсаңыздар, рамкалар өте жіңішке, көзге бір сүйкімді десек болады, басқа смартфондарға қарағанда. Өзіне сай бет әлпеті бар смартфон деп айтсақ болады. Кейбіреулер қарап айтады, айфонға ұқсайды дейді. Меніңше айфонға ұқсайтын тек мына решеткасы ғана шығар, басқа еш жері ұқсамайды деп айтсам болады. Келіспейтіндер мүмкін келіспейтін шығар, мүмкін тағы бір жері ұқсайтын шығар, бірақ меніңше осы решеткасынан басқа мына пластик жаңа антеннаға арналған пластиктерден басқа еш жері айфонға ұқсамайды десек болады. Бет әлпеті мысалға айфонға қарағанда жалпақтау, рамкасы жіңішке. Және тағы бір айта кететін жайт, экранның шетінде өте жіңішке слоймен жаңағындай бір резиновый сияқты, бір силиконды екен әлде, сондай бір корпус пен стеклоның әйнектің ортасына сондай бір жұмсақ, жаңа силикон сияқты бір материал қойылған. Ол жаңағындай құлаған жағдайда, удар болған жағдайда стекло сынып кетпес үшін екі ортада амортизация болу үшін істелінген арнайы технология деп Meizuдің өзі патенттеген. Сондай бір өте жақсы ойластырылған фишкасы бар. Қорытындылай келе плюстар мен минустарын тізе кетсем, бірінші ол әрине дизайны, алдынан қарағанда да, артынан қарағанда да өте әдемі көрінеді. Екінші ол экраны. Экраны өте сапалы, өте жаңағындай цветопередача дейміз, мысалы IPS экрандарының ішіндегі ең жақсы, мысалға қара свет, қара түс. Үшінші камерасы
20,7 мегапиксель Sony'дің камерасы орнатылған. Өте жақсы жаңа суреттер түсіреді. Төртінші, жалпы телефонның өзінің жаңағы производительность дейміз ғой. Сол мысалға 8 ядролы MTK-ның процессоры, соңғы процессорлардың бірі, және Flame жаңағы операциондық системасы. Бұл жерде Flame операциондық системасының ең басты бір плюстардың бірі ол root, яғни жаңағы админ права дейміз ғой компьютерде, сол сияқты root праваны өте оңай алуға болады. Ол үшін жаңағы Flame аккаунт создавать етуіміз керек, және сол Flame аккаунтқа кіріп, телефонға root праваны ала аламыз. Минустарына келетін болсам, ол әрине ең бірінші SD картаның салынбауы себепті жадысын кеңейте алмаймыз. Яғни 16 гигабайттық версиясын алатын болсақ, сол 16 гигабайтпен қалып қоямыз. Және тағы бір минусы батареясы деп айтсам болады, бірақ ол әзірше ғана минус, өйткені прошивкасы әлі толықтырылу үстінде, болашақта жаңағы батарейкасы, яғни оптимизация жақсылап жасалады деп ойлаймын. Сол кезде батарейкасы бұдан да жақсырақ ұстайды деген сенімдемін. Басқа бір критичный бір минусын бәлкім есіме түспей тұр, бәлкім мүмкін жоқ та шығар. Ең басты маған ұнамайтын минусы сол SD карта салынбайтындығы. Сонымен достар, осымен Meizu MX4 смартфонына арналған шолуым аяқталды. Егер аяғына дейін тыңдап көрген болсаңыздар, рахмет. Шамамның келгенше әрине шолуларды жасауға тырысамын. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.